Сәуірдің 23-і Елордада Нұр Отан партиясының кезектен тыс 19-шы съезі өтті. Алқалы жиында бас партия атынан президент сайлауына қатысатын үміткердің есімі белгілі болды. Ол қазіргі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев. Тәжірибелі саясаткер және сенімді серігім Нұр Отанның 19-шы басқосуында Нұрсұлтан Назарбаев Қасым-Жомарт Тоқаев жайлы осылай деді. Он один из тех, кто вместе со мной начинал строить внешнюю политику Республики Казахстан, многие годы руководя Министерством иностранных дел. Тоқаевтың дипломатиялық тәжірибесі Біріккен ұлттар ұйымы деңгейінде жоғары бағаланғанын білесіздер. Осы жаһандық құрылымда ол бас хатшының орынбасары ретінде қызмет етті. Тоқаевтың тікелей қатысуымен 90-шы жылдардың аяғы мен 2000-шы жылдардың басында бірқатар маңызды реформа жүргізіліп, ел экономикасын өркендетуге жол ашылды. Мен оған толық сенемін және оны Қазақстанды басқаруға лайықты азамат деп есептеймін. Ұсынылған кандидатураны партиялықтар, яғни съезд делегаттары бір ауыздан қолдады. Себебі сыртқы саясат пен дипломатия саласындағы мол тәжірибесі Қасым-Жомарт Тоқаевқа Қазақстанға көптеп инвестиция тартуда көмектеседі дейді нұротандықтар. Мұнымен қоса партия мүшелерінің сөзінше, ол Нұрсұлтан Назарбаев 30 жыл көлемінде ұстанып келген саясатты жалғастыра алады. Ол өте өзі салмақты, сөзінде тұратын азамат. Біз ойлаймыз енді жақсы кандидатураны ұсынып отыр біздің елбасымыз. Қасым-Жомарт Тоқаев Нұр Отан сайлауға ұсынған жалғыз кандидат. Әрине, өзге партиялар мен ұйымдардан суырылып шыққан ел ағалары болмайды емес, болады. Сайлау алды науқан елімізде мамырдың 11-і бастау алмақ. Ал жаңа президентті қазақстандықтар маусымның 9-ы сайлайды. Осы орайда жерлес қоғам белсенділері азаматтарды өз таңдауларын жасауға шақыруда. Біз өзіміз дұрыс шешім қабылдап, дауысымызды беру арқылы Қазақстанның болашағын айқындаймыз. Қазақстан әлем деңгейінде, жоғары деңгейде деп айтуға болады. Осы бағытты ұстап, одан да жоғарылауға, яғни дұрыс шешім қабылдау керек. Баршаңызды сайлауға шақырамын. Қаламызда жаңа қазақ театрының салынып жатқаны мәлім. Мәдениет ошағының дизайнын анықтап алу үшін облыс әкімі Құмар Ақсақаловқа алматылық мердігерлер 3 бірдей жоба ұсынды. Бұл Петропавлдағы қазақ сазды драма театрының алғашқы жобасы. Оны PC Акцент компаниясының сәулетшілері мен дизайнерлері әзірлепті. Мамандардың жұмысын өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов бастаған комиссия мүшелері қарап шықты. Атқарылған іске бағалаушы тараптың көңілі толмады. Человек должен приходить, он должен погружаться в атмосферу. Адам мәдениет ошағына келгенде классикалық ғасырлардан бері қалыптасқан стильді сезінуі керек. Тіпті театрға кірген сәттен сонда ерекше күйге түсуі тиіс. Ал мына жобада барлығы заманауи. Ғимарат дәл қазіргі уақытта салынып жатқан жүздеген нысандардан айнымайды. Менің ойымша бұл дұрыс емес. Қалған екі жобада комиссия мүшелеріне ұнамады. Құмар Ақсақалов алматылықтарға байырғы классикалық стильден алыстамау керектігін айтты. Облыс әкімі театрдың ішінде сыртында көбінесе ақ, алтын түстермен безендіру қажет дейді. Ал өңір жетекшісінің орынбасары Руслан Әлішев дизайнға ұлттық нақыштарды енгізуді ұсынды. Нужно понять, может быть, как нашу область здесь позиционирует, потому что различается. Нысан біздің облысты баршаға танытуы тиіс. Бұл жерде шығармашыл зиялы қауым өкілдерінің кездесулері өтеді. Театрлық іс-шаралардан бөлек жастардың да қатысуымен басқосулар ұйымдастырылады. Тағы басқа мемлекеттен қонақтар, әртістер келеді. Солтүстік Қазақстан асауға алғаш ауыздық салынған жер, сондықтан аймақ басшысы нысанның безендірілуіне жылқыны да қосуға болатындығын айтты. Театрдың сырты да талапқа сай болуы тиіс. Мұндағы үлкен субұрқақта жасыл желекте алыстан көз тартуы міндетті. Осындай ұсыныстардан соң енді жаңадан дизайн жобалар әзірленбек. Жалпы қазір ғимараттың қаңқасы тұрғызылып жатыр. Істі елордалық DBK Engineering компаниясы мамыр айының соңына дейін аяқтайды. Айтпақшы, мәдениет ошағына қажетті заманауи қондырғыларға тапсырыс беріліп қойған. Оснащение самого зала, это механика, это... Залды жабдықтауға қажетті механика, дыбыс, жарық қондырғыларына тапсырыс беріп қойды. Құрылғылар 120 күннің шамасында дайындалады. Жабдықтар Канада және Еуропа елдерінде жасалмақ. Айта кетейік, қаламыздағы жаңа мәдениет ошағын тамыздың соңы қыркүйектің басында тапсыру жоспарланып отыр. Ал қазіргі қазақ сазды драма театрына өнер колледжі көшірілуі мүмкін.
Жұма күні Чернобыль апатының орын алғанына 33 жыл толды. Украинадағы бұл атом электр станциясы 77 жылы салынып, қолданысқа берілген еді. Бұл кезде ол КСРО аумағындағы ең ірі әрі қуатты станция болатын. Ал 86 жылдан бері үрей тудыратын мекен. Себебі осыдан тура 33 жыл бұрын сағат түнгі 1:30 мұнда жойқын апат орын алды. На главном корпусе, третий, четвертый, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да, поднимай на состав. Төртінші энергетикалық блокта реактор жарылды. Ауаға улы радиоактивті заттар тарады. Кей мәліметтер бойынша радиацияның әсерінен апаттың бірінші күнінде-ақ 40-тан астам адам қаза тапқан. Кейінгі 7 күнде тағы сонша жан құрбан болды деседі. Радиусы 300 шақырымды құрайтын аумақ алдағы 400 жылға тіршілікке жарамсыз болып қалған. Сондықтан болар, бұл жарылы 20 ғасырдағы ең ірі техногендік апаты саналады. Сол апаттың салдарын жоюға бір жыл ішінде 600 мың адам қатысқан екен. 3 мыңға жуығы біздің жерлестеріміз. Өз өмірін тәуекелге тіккендердің бірі Қуандық Түлегенов. 1985-67 Украинада Чернигов қаласында әскерде служит еттім. Сол железнодорожный полкта апрельде 86 жылы Чернобыль жарылғанда біз в составе 2 учебный ротамен сол жаққа 30 километровый зонаға бардық. Жұмыс істедік, темір жол салдық, жинастырдық. Сол август 86 жылдан бастап февральға дейін сол жарты жыл сонда болдық. Қуандық ағаның сөзінше қауіпті аймаққа бірге аттанған әскердегі жора жолдастарының көбі 40-қа жетпей бақилық болған. Бұл радиацияның әсері. Өзімнің де денсаулығым көңіл көншітпейді дейді ол. Давление бас ауырады, жүрек қысады, сосын суставтар аяқтың, қолдарын, бел, сондай сол радиацияның тигені, сондайлар аурулар. Бір жігітті білем, 2 жылдан кейін сразу 89 жылы қайтқанына. Жап-жас жігіттер, жарылыстың зардабы тарап, ұрпақтарымыз жапа шекпесін деп Украинаға аттанды. Бұл нағыз ерлік. Себебі апаттың салдарын жоюға қатысқан манағы 3000 жерлесіміздің қазір 400-ге жуығы ғана тірі екен. Өмірі қиылғандарды жыл сайын еске алып тұрады петропавлдықтар. Биыл да сол баяғы ескерткіш алдын қалампырмен көмкөрді. Алт көзі тірілерін мемлекет қамқорлығына алған. Айына 1 рет бұл жандарға жәрдемақы, жылына 1 рет шипажайлар мен курорттарға жолдама беріліп тұрады. Қоғамдық көлікті қатынауда, медициналық тексерістерден өтуде олар үшін тегін. Сәуірдің 20-сы теріскейліктер кезекті сенбілікке шығып, аумақтарды тазартты. Әуеде әуезді ән, ал қолда сыпыртқы мен тырнауыш Жеңіс саябағына жиналған жұртшылық жұмыла жұмыс істеуде. Бұлар жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері. Мамандар ынтамен саябақ аумағын қураған шөптен, қыс бойы жиналған күл-қоқыстан тазартуда. Таза болса өзімізге жақсы. Өзімізге әрине ұнайды тазалық қаланың. Өзіміз жүргенде әрине жақсы болады. Сол үшін міне бүгін сенбілікке шығып отырмыз барлықтарымыз. Көктем келді, көп қоқыс бар, соларды жинап, ағаш егіп, елімізді гүлдендіріп, жақсы жағынан көрсетуге шықтық. Ұлы Жеңіс мерекесі жақындап келет. Оған 2 аптадан сәл ғана астам уақыт қалды. Мейрамда таза саябақта қарсы алуымыз керек дейді мемлекеттік қызметшілер. Сондай-ақ сәуір айының әрбір 3-ші жексенбісі еліміз бойынша ұлттық ағаш отырғызу күні аталып өтіледі екен. Осыған орай Жеңіс саябағының аумағына 50-ге тарта қайың мен шырша көшеті егілді. Проводится с 2014 года. Осы күнге орай 2014 жылдан бері ел бойынша арнайы акция ұйымдастырылып келеді. Оның арқасында соңғы 6 жыл ішінде облыс аумағында 100 мыңнан астам көшет отырғызылды. Ал бүгінгі күні теріскей бойынша 18 мың ағаш егілді. Акцияға 20 мыңнан астам солтүстік қазақстандық қатысты. Акцияға атсалысқан 20 мыңнан астам жерлесіміздің арасында аймақ басшысы Құмар Ақсақалов та бар. Өңір жетекшісі өзінің бірінші орынбасары Марат Тасмағамбетов және шаһар басшысы Болат Жұмабековпен бірге шырша көшеттерін отырғызуда. Облыс әкімінің айтуынша көшет отырғызу науқаны мамырдың соңына дейін жалғасын таппақ. Осы уақыт аралығында қала көшелерінде 4 мыңға жуық жасыл желек
пайда болады. Шаруа тындырылды, енді ауқаттанып дем алуға да болады. Тер төгіп еңбектенгендерге тегін ыстық шай мен тоқаштар таратылып жатыр. Негізі мұндай сенбілік Жеңіс саябағында ғана емес, қала бойынша өтті. Петропавл аумағын қалыпқа келтіруге шыққандардың қатары аз болмады. Нәтижесінде облыс орталығы азды көпті 180 тонна күл қоқыстан тазартылды. Сенбілік барысында қала қоқыстан тазарып жатыр. Бұл жұмыстарға 600 еңбек ұжымы қатысуда. Бұл 12 мыңға жақын адам. Сондай-ақ қоқыс шығаратын 30 техника бар. Әр бейсенбі мен сенбі күндері осындай сенбіліктер мен бейсенбіліктер өтетін болады. Сондықтан да барлық қала тұрғындарын белсенді қатысуға шақырамыз. Мұнда да жұмыс қызу жүріп жатыр. Бұлар қаланың белсенді жастары. Олар Мүсірепов көшесі бойындағы зираттың маңын тазалауда. Мұнда көп ардагерлер жерленген. Бұл акциялардың ең басты мақсаты ол жастарға осы дұрыс насихат тәрбие беру. Және де бұл акциялардың арқасында біз қаламыздың көркеюіне және де қаламыздың тазалауына өз үлесімізді қосады деген ойдамын. Бекар Сіздібай есімді студенттің тырнаушы тиген жер тазарып шыға келеді. Бозбала мұндай игі шараларға қатысуда міндет санайды. Елікпен қаза таққан сарбаздарымыз бар. Солардың еліктерін ескере, солардың еліктерін құрметтеу үшін біз өз атымнан өзімнің жеке үлесімді қосып, осы ескерткіштерінің басына тазалық жұмыстарын жүргізуге келдім. Ешкімде ешқашан ұмытылмайды. Алдағы уақытта жастар Кеңес одағы батырларының есімі берілген көшелерді тазартпақ ниетте. Мұндай шара күллі облысты қамтымақ. Қуаңшылыққа төзімді, шығымдылығы мен дән маңызы жоғары. Жақында солтүстік қазақстандық мамандар ресейлік әріптестермен бірлесіп бидайдың жаңа сұрпын шығарды. Бұл дәнді дақыл түрі белгілі теріскейлік селекционердің құрметіне аталады. Ольга Газ ауыл шаруашылығының ардагері, ол агроөнеркәсіп кешенінде бақандай 57 жыл қызмет етті. Осы уақыт аралығында 7 бірдей бидайдың жаңа сұрпын шығаруға атсалысқан. Первые годы нашей работы было создано. Жұмысты бастаған жылдары бидайдың 2 сұрпын шығардық. Атап айтсам, Лютесценс 35 мен Ишимская 100 қолданысқа ұсынылды. Сонымен қатар басқа да өңірлердің мамандарымен тығыз қарым-қатынаста болдық. Соның нәтижесінде дәнді дақылдардың жаңа түрін алдық. Тағы өзге аймақтарда дайындалған сұрыптарды өзімізде сынап егумен де айналыстық. Жерлесіміздің еңбек демалысына шыққанына талғай жылдың жүзі өтіпті, бірақ нәзік жанды сүйікті ісінен қол үзген емес. Азаматша бүгінгі күні Солтүстік Қазақстан ауыл шаруашылығы тәжірибе станциясының ғылыми консультанты болып табылады. Жастарға ақылын айтады, білген түйгенімен бөліседі. Мұндай қоян қолтық жұмыстың арқасында жақында бидайдың тағы бір сұрпы дүниеге келді. Ол тәжірибелі селекционер Ольга Семеновнаның құрметіне аталады. Я не в курсе была, но коллеги мои... Жаңа сұрып Семеновна деп аталатындығын білген жоқпын. Оған осындай атауды әріптестерім берді. Бұған әрине қуаныштымын. Көп жылдық еңбегім бағаланып жатыр. Жалпы бұл дәнді дақылды алуға 10 жылдай уақыт кетті. Дән Урал, Сібір мен Омска 38 сұрыптарын селекциялау нәтижесінде пайда болды. Ол солтүстік Қазақстан облысының табиғи жағдайларына сай келеді. Шынымен де жаңа бидай сұрпы солтүстіктің климатына сай келеді. Біріншіден ол қуаңшылыққа төзімді, екіншіден тез піседі. Оның арқасында дәнді көктемгі салқынға тигізбей егіп, күзгі жауынға жеткізбей жинап алуға болады. Әрі өнімнің шығымдылық деңгейі де жоғары. Данный сорт средний раннего типа созревания. Жаңа сұрып орташа ерте пісетін бидай тобына кіреді. Ол ауруларға, татқа төзімді. Жауын шашынның аздығына қарамастан жетіле береді. Балауызының мөлшері 28, ал нәруізнікі 15%-ды құрады. Бұл жақсы көрсеткіш деп айтуға болады. Әрі дәннің өзі ірі. Соның көмегімен болашақта сапалы астық алуға болады. Жалпы бидайдың Семеновна атты сұрпын шығаруға 16 миллион теңгедей ақша жұмсалды. Айта кетейік, бидайдың бұл түрі мемлекеттік сараптама жасауға жіберіліпті. Ол 3 жыл көлемінде өңіріміздің 6 ауданында сыналатын болады. Яғни мамандар 400 мың гектар жерге дәл осы тұқымды сіңіріп, зерттеу жасайды. Егерде Семеновна сұрпы сенімді ақтап, көңілден 100% шықса, диқандарға ұсынылатын болады. Қызылжар одан әрі құлпыра түспек. Көктем келісімен қалада абаттандыру жұмыстары басталады. Қазір шаһардың әр бұрышында тазалық шаралары жүргізіліп, ескі ағаштар кесілуде. Мұны солтүстік қазақстандықтар қолдап отыр. Кесу керек ескі ағаштарды. Жапырақтары шатқалмен, жапырақтың құрттары да бар. Терезенің түбінде құрттары да бар, терезеге нететін. Ол ескі топыл ғой. Кесігі ағаштар бар,
соларды әлі көзін жою керек. Қаланы абаттандыру керек. Тазартылып жатыр. Енді оның орнына ағаш себілет шығар деп ойлаймын. Ол дұрыс нәрсе. Ағаш көбірек болса, балалардың да, кісілердің де денсаулығы дұрыс болады. Мәселен, қызу жұмыс Бөкетов көшесінің бойында жүріп жатыр. Мұнда Strong Service серіктестігінің мамандары ескірген апаттық деп танылған ағаштарды кесуде. Әрине, көп жылдық өсімдіктердің түбірінен қырқылуы көңілге қая ұялатады. Бірақ бұл істі жүргізу қажет, себебі шіріген терек кез келген уақытта құлап, залал келтіруі мүмкін. Әрі олардан жаз мезгілінде мамықтар да ұшып, қолайсыздық танытады. Көшедегі шаруаға тартылғандардың арасында Нұрлан Бәкенов те бар. Азамат өзінің темір шынжырлы арасымен бір күнде 10-ға тарта ағашты жығып, бөлшектейді екен. Деревьев по 7, по 8 где-то. Жұмыс күні ішінде 7-8 ағаш жығамын. Оны бұталап бөлшектеп берем. Біз төмен орналасқан теректерді ғана құлатамыз. Биіктері сымдарға жақын орналасқан. Сондықтан оларды кесе алмаймыз. Ондай ағаштармен электриктер айналысады. Көшенің бір бұрышында ағаш кесіліп жатса, екінші тарапта керісінше егілуде. Істі белсенді жастар жүргізуде. Олар күннің суықтығына қарамастан бұл маңға 20-дан аса шетен көшетін отырғызып қойыпты. Біз осында жұмыс істегенімізге көп те болмады. Азанғы 9-дан кешкі 6-ға дейін күндегі уақытпен жұмыс істеп жатырмыз. Бұнда біз кешеден бері 23 түп ағаш ектік. Оны желдер ұшыртпас үшін ағаштармен, жіптермен байлап, оны өз орнына отырғызып, күндік тірлікті солай жасап жатырық. Ғабит Мүсірепов көшесінің бойында да абаттандыру жұмысы қызу жүріп жатыр. Мұнда жас талдар ерекше дизайн бойынша егілуде. Алдымен долана, ортаға шырша, шетке қайын көшеті отырғызылыпты. Істі Коммунхоз Петропавл серіктестігінің көгалдандыру бойынша маманы Виктор Нетесов бақылап тұр. 40 жылдық тәжірибесі бар азамат бұл ағаштар солтүстіктің климатына сай келеді дейді. Которые не вымерзают зимой. Бұл ағаштардың бірде-бірі қысты күді қатып қалмайды. Олардың барлығы суыққа төзімді әрі әдемі. Мысалы, долана жапырақтары күзге қарай сарғаяды, қысқа жақын қызарады. Шырша болса, жыл 12 ай жасыл түсті. Қайыңның да өзіндік сұлулығы бар. Егіліп жатқан көшеттер 3 жыл ішінде жерсініп кетеді. Көшеттердің күтіміне Коммунхоз Петропавл серіктестігі жауапты. Аталған кәсіпорын мамандары ала жаздай талдарды суарады, желден құлап қалмауын қамтамасыз етеді. Жалпы биыл Қызылжар одан әрі құлпыра түспек. Шаһар көшелеріне 4000-ға жуық ағаш пен 6000-нан аса бұталы қоршау егіледі. Барлық істі мамырдың соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр. 2012 жылы қазақстандық банктерге несие берумен оған қызмет көрсетуге арналған есеп шоттарды жүргізу үшін азаматтардан комиссия ұстауға тыйым салынған болатын. Бірақ бұл заңсыз операцияларды кей қаржы институттары тоқтатқан жоқ. Сондықтан 2016 жылдан бері жұртшылық банктер заңсыз аударып алған ақшаны сот арқылы қайтара бастады. Осы уақыт аралығында Петропавлда мұндай 300 іс қаралып, тұрғындарға 40 миллион теңге қайтарылған. Қала тұрғыны Елена Усванова 5 жылдай бұрын банктердің бірінен 2,5 миллион теңгенің займын алып, көлік сатып алған. Алайда келісім шартқа қол қоя отырып, несиеге қызмет көрсету үшін комиссия төлеу қажеттігін азаматша білмепті. В 2018 году Артық төлеген заңсыз комиссия сомасын қайтарып алу үшін 18 жылы сот орындаушыларына жүгіндім. Ақпанның 26-сы сот істі біздің пайдамызға шешкен болатын. Осылайша банк маған шамамен 138 мың теңге қайтарып берді. Бірақ көп азаматтар өздеріне тиесілі қаражаттарын қалталарына басып үлгермеген. Үстіміздегі жылдың 18 наурызынан бастап Бесұлтандық банк ай сайынғы комиссия алуды тоқтататындарын жариялады. Осыдан бастап соттар арыздарды қабылдамай қойған. Алайда заң бойынша оларды қарастыру мерзімі әлі өтпеген екен. Бүгінге дейін теріскейліктерден түскен осындай 4 арызды соттар кері қайтарыпты. В марте суды приостановили дела. Наурыз айынан бастап соттар несиелі комиссияларды қайтару бойынша істерді қабылдауды тоқтатты. Мұндай ауызша тапсырманы жоғарғы соттың азаматтық істер жөніндегі алқасының төрағасы Еліс Әбдіқадыров берген. Қазір бұл арыздар қайта қарала бастады. Алайда соттар оларды мақұлдамай қайтарып жіберіп жатыр. Неге екені белгісіз. Себебі заңнамаларға ешқандай өзгерістер енгізілген жоқ. Бірақ өңірлік судья Наталья Шалаева өзгерістер болды дейді заңда. Жақында комиссияларды алу тәртібін реттейтін заңға түзетулер енгізіліпті. Сол себепті сот тәжірибесі де өзгерген.
С 4 марта текущего года банкам запрещается взимать комиссии. Үстіміздегі жылдың 4 наурызынан бастап банктерге несие беру мен оған қызмет көрсетуге арналған банктік есеп шоттарды жүргізу үшін жеке тұлғалардан комиссия ұстауға тыйым салынды. Яғни жеке тұлға кәсіпкерлікпен байланысы жоқ қандай да бір жұмыстар, тауарлар немесе қызметтерді несиеге алу бойынша банкпен келісім шартқа отырған болса, қаржы институты сол зайымдық шотты жүргізу бойынша одан қосымша төлем ала алмайды. Бірақ заңгерлер арыздардың қарастырылмай жатқанына наразы. Сондықтан мамандар Қазақстан Республикасының жоғарғы сотына, одан қалды президент пен премьер-министрге хат жолдаған. Петицияға ел бойынша 300 адвокат қол қойыпты. Аптада өңірге жұмыс сапармен индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің жауапты хатшысы Мереке Пішенбаев келіп кетті. Ол мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің жергілікті департаменті және аймақ басшысының бірінші орынбасары Марат Тасмағамбетовпен бірлесіп кеңес өткізді. Отырыста кадрлық қамтамасыз ету, бармақ басты көз қыстылықпен тиімді күресу және мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру мәселелері талқыланды. Сәуірдің 26 Чернобыль атом электр станциясындағы апаттың орын алғанына тура 33 жыл толды. Ол жарылыс 20 ғасырдағы ең ірі техногендік апат саналады. Сол апаттың салдарын жоюға Солтүстік Қазақстан облысынан 3000-ға жуық ер азамат қатысқан болатын. Қазір олардың 400-ге жуығы ғана тірі. Апат зардабын жою жолында көз жұмғандарды петропавлдықтар еске алып, оларға арналған ескерткішті қалампырмен көмкерді. Петропавлда халықаралық Глория авторлық әндер фестивалі өтті. Юрий мен Надежда Ткаченкаларды еске алуға арналған байқау биыл 25-ші рет ұйымдастырылып отыр. Өнер додасына теріскейлік әншілерден өзге Ресейдің бірнеше қаласынан келген дарынды жастар қатысты. Фестиваль 3 күнге жалғасты. Оған қатысушыларға жас бойынша шектеу қойылған жоқ. Мұнда кез келген орындаушы өзіне ұнаған немесе қаламынан туған шығармасын шырқап бақ сынай алды. Петропавлда бала дауысы конкурсына кастинг өткізілді. Оған 8 пен 12 жас аралығындағы жас әншілер қатысты. Қазылар алқасы бір күн ішінде 100-ге жуық жеткіншекті тыңдап, соңында тек бір үміткерді таңдады. Іріктеу қорытындысы бойынша Дана Басекенова топ жарды. Жерлесіміз қазан айында Алматы қаласында өтетін бала дауысы республикалық байқауында облысымыздың намысын қорғайтын болады. Шақарда техникалық шеберлік фестивалі өтті. Өңір оқушылары, студенттер мен түзету мекемелерінде жазасын өтеп жатқан жандар өз жобаларын қазылар назарына ұсынды. Байқауға 100-ден астам адам қатысты. Олар әмбебап қар тазалағыш машина, сал ауруына шалдыққан балаларға арналған қондырғы, сондай-ақ кемелер мен ұшақтардың түрлі модельдерін жасаған. Өнер тапқыштар сайысында барлығы 60 жоба сынға түсті. Айта кеткен жөн, байқауға сотталғандар осымен 4-ші жыл қатысып отыр.